Сөкелелеріміздің лекаласын осылай қырқып, барлығын оюларын бәрін қырқып алғаннан кейін машинкада қосатын боламыз. Ол үшін лекаламыздың 4 бөліктен тұрады. Сол бөліктерін былай бір-біріне қарай қосып шығамыз. Мынандай сызықтары барлығы ішкі бетіне кеткен дұрыс. Былай қоямыз. Машинкамыздың зигзагтігісіне қойып қоямыз. Арасын орташа ұзақтыққа қоямыз да. Сөкелемізді осылай қосып жатырмыз машинада. Мына жақты осылай тігіп келеміз де, мынау ойықтау жерін бұлай бір-біріне қосып отырып, қолымыздың көмегімен зигзагтап тігеміз, тоқтаймыз, тағы да қосып аламыз. Кішкенеден бөліп осылай қосып отырып. Міне, мынау ойық жерлерді осылай бір-біріне иілдіріп отырып тігу қажет. Барлық детальдарды тігіп болғаннан кейін размерімізге қарай енді біз ең соңғы бөлікті осылай тігетін боламыз. Біз жаңа бір-біріне қарата отырып, былай иілдіріп отырып тіккен болатынбыз. Енді осылай бір-біріне қосып, осылай тігетін боламыз. Міне, сөкелемізді осылай ұштарын ұштастырып, бір-біріне қарата отырып, осылай тігіп шығамыз. Екі қабаттап. Енді сөкелемізді моншақтармен сәндеп тігеміз. Біз сөкелені тіккен кезде әртүрлі тастарды қолданатын боламыз. Мысалға мынандай Сваровский тастар, және де хрустальный тастар, жемчугтар, осындай кішкентай моншақтар, бисерлерді де қолдануға болады. Әртүрлі тастармен жұмыс жасай береміз. Пайеткалар болады, пайеткалармен жұмыс жасасақ болады. Ең бірінші мына жердегі адам киген кезде маңдайда тұратын бөлікті салып шығамын. Бұны біз артын клеймен жабыстырсақ болады. Және де кейбір осындай моншақтар болады. Артында тігетін орны болады. Тігетін алған дұрыс негізі. Мен бұны ыстық клеймен отырғызып шығамын осы жерге. Ыстық клейімізді қызғаннан кейін жағып, осыны сөкелемізге бекітетін боламыз. Енді ары қарай басқа бөлшектерін тігеміз. Ол үшін мен кәдімгі тігілетін моншақтарды таңдаймын. Және де осындай жилка деп айтамыз. Жилкамен тіксек болады, немесе осыған түстес жіпті бірнеше мәрте қабаттап, сонымен тіксек болады. Мен жилкамен тігем. Ең алдымен мынау тұстарын біркелкі осындай хрустальный тастармен тігіп шығамыз. Ол үшін мына жерден инемізді өткізіп, және де оған мынандай хрусталь тастарымызды инеге тіземіз. Ең аз дегенде 3-4 қылып істеуге болады. Бірақ бастапқысында осылай қатты болу үшін 2 дананы өткізіп, және де осының екеуінің ортасынан, әлі жіпті қадаған жоқпыз, міне. 2 моншақтың ортасынан қайтадан инені шығарамыз, осылай өткіземіз. Осылай. Және де ары қарай дәл осы тәсілмен тіге береміз. Осылай жасаймыз да, инені қадаймыз. Енді дәл ортасынан өткізіп тіге береміз. Міне осы жерді тігіп шықтық. Енді мына дөңгелектерді тігетін боламыз. Біз бұл тұсты айта өтейік 4 мм-лік жемчугпен тігіп шықтық. Енді мынау дөңгелектерді осындай жемчугпен тігіп шығамын. Тоже 4 мм. Инемізді ары қарай жалғастырып өтеміз. Мына жерден шығарамыз. Моншақтарымызды өткізіп аламыз. Тігеміз. Моншақтардың ортасынан өткізіп жасап шығамыз.
Енді мына жерден былай тігіп өтеміз дәл осы тәсілмен. Инемізді мына тұстан шығарамыз. Қайтадан моншақтарды өткіземіз. Енді мына түсті тігетін боламыз. Бұл жерде фиолетовый түсті таңдадым. 4 мм хрусталь таспен тігіп шығамыз, айналдыра отырып. Инемізге қадаймыз және де основаға тігіп шығамыз. Ендігі кезекте мына этапты тігетін боламыз. Ол үшін бізге осындай пайетка керек. Инемізді мына тұстан шығарып аламыз. Пайетканы өткіземіз және де пайеткадан кейін бисерді өткіземіз. Екеуін осылай қоямыз. Осыдан кейін мынау жерден пайетканың ішінен қайтадан инемен өткіземіз. Сол кезде осылай болып шығады. Осы әдіспен былай қайталап тігіп шығамыз. Мына жаққа дейін. Енді мына жерден инемізді өткіземіз. Пайетканы саламыз. Бисерді өткіземіз. Қайтадан жаңағы әдіс бойынша осылай жасап шығамыз. Осылай тігіп шығамыз. Және де мына жерден қайталап шығамыз. Мына тұстарда осылай тігіп шықтық. Былайынан және де екінші слой жүргіздік. Енді келесі біздің жұмысымыз мына тұсты тігетін боламыз. Ол үшін ең алдымен осындай страза болады, ұзын метражный. Осыны бұны ыстық клеймен желімдеп шығуға да болады, немесе жилкамен тігуге де болады. Мен жилкамен тігетін боламын. Осы жерден бастап осылай айналдырып отырып, мұны араларынан жіпті өткізіп отырып тігеміз. Қазір біреуін тігілуін көрсетемін. Инені осылай өткізіп аламыз. Мына стразаны, метражный стразамызды мына жерге қойып, мынаның арасынан жіпті былай өткізіп отырып тігеміз. Фетраға. Сол келемізге. Мысалға міне. Бір жері тігілді. Енді қайтадан мына жақтан қасынан аламыз. Күтеміз. Осылай қайталап шығамыз барлығын. Артынан тартып отыру керек, жіпті арасынан өткізіп, сол кезде аяқтан біздің жібіміз көрінбейтін болады. Осылай. Тіпті былай жасақ болады. Мына жерден астымен қосып түсіру керек. Мен де жіпті суырамыз. Жібімізді ортасынан көшіреміз. Сол бекет кетіп тігу керек. Мына жерді тігіп болдық. Енді мына түсті тігетін боламыз. Сол үшін біз 6 мм хрусталь фиолетовый түсті моншақпен тігеміз. Инемізді өткізіп аламыз. Моншақтарды тіземіз, хрусталь моншақтарды. Осылай бастапқыдағы қарапайым әдіспен тігіп шығамыз. Мына жерде осылай тігіп болдық. Енді мына түсті тігіп шығамыз. Ол үшін 4 мм
хрусталь моншақпен тігеміз. Инемізді өткізіп аламыз. Әдеттегідей 2 дана моншақты бекітеміз инемізге. Екеуін тігеміз. Ортасынан тағы бекіту үшін тағы бір тігіс жүргіземіз. Жерден өткіземіз. Осылай ары қарай кете береміз. Осыны айналдырып тігіп шығамыз. Міне осылай тігіп шықтық. Енді мына тұсқа мынадай әдемі бір көзді моншақты жабыстырып жіберсек болады, немесе тігеміз. Менде мынандай тігетін орны бар, соны тігіп шығамын. Ол үшін осылай орнын белгілеп аламыз. Және де қай жерде тұр, яғни мынау ине өткізетін жері, сол жерден инені өткізіп, мынау орынға тігеміз. Және де мына ішкі беттен қайтадан өткіземіз. Екінші жағын осылай бекітеміз. Міне осылай болып шықты. Енді мына тұстарды тігеміз. Былай және де былай тігіп керек. Бұл бетке мен мына жерде пайдаланған фиолетовыйдың темный түсін пайдаланамыз мына жерге. Бұл негізі мынадай фиолетовыйдың темный түсі. Бізде цветтен қазір өте қара түс сияқты көрініп тұр. Негізінде өте әдемі түс. Енді осыны шүрек тігіп шығамыз. Енді бұл сөкеден тіккен кезде әркімнің өзінің фантазиясына қарай түстерді таңдау, барлығы әркімнің өзінің идеясына, фантазиясына байланысты болып келеді. Өзіңізге қалаған түстерді үйлестіріп тіге бересіздер. Осылай. Және ортасынан шығарып, қайтадан үстінен бір рет тігіп шығамыз. Міне бұл түсті тігіп болдық осылай. Сосын былайынан тігу керек. Сол кезде екеуі былай гүл сияқты болып тұрады. Енді біз мына жерді тігеміз. Ол жерде мына жақта пайдаланған 6 мм хрустальмен тігіп шығамыз. Инемізді өткізіп аламыз. Осы бойдан өткізген ыңғайлы болады. Осылай жоғары қарай кете береміз. Тігіп шықтық. Енді мына бөлікті тігеміз. Бұны мынандай ақ хрустальмен тігіп шығамыз. Былайынан. Мына түсті тігіп болдық. Енді мына жерге мынау жемчуг моншақты осылай қадаймын. Мына моншақты тігіп болғаннан кейін мына түсті былай айналдырып тігеміз. Ол үшін біз мынадай ұзынша моншақтармен жұмыс жасаймыз. Инемізді қадап аламыз. Инемізге моншақты өткіземіз. Осылай тігіп шығамыз. Моншақтардың ішінде кейбіреу ұзын, кейбіреу қысқа болады, соларды қарап отыру қажет. Осылай тігіп шығамыз. Қиғаштап қойып отырып, былайынан алсақ та болады. Бізге өйткені осылай удобно. Қолмен дұрыстап жібереміз. Осылай барлығын айналдырып тігіп шығамыз. Міне мына түсті осылай тіктік. Енді мына түсті да осылай тігіп шығатын боласыздар. Енді мен мына жерлерді, бұл жақтарды қалай тігетінін көрсетемін. Мына төбедегі жақтарды бағана біз мына жерде қолданған әдіс бойынша жасап шықсақ болады. Немесе моншақпен, кәдімгі хрусталь моншақпен тігіп шықсақ болады. Мен пайеткамен жасайын деп жатырмын. Пайетканы өткіземіз. Бисер. Кішкентай. Бисерді өткіземіз инеге.
кесерді өткіземіз. Және де мынау қайтадан сол пайетканың тұсынан инемізді шығарамыз. Міне, осылай болады. Осы әдісті мына жердің бәрін айналдырып тік тастайтын боламыз. Міне осылай тік жатырмыз. Пайеткамен жұмыс жасаған кезде инені дәл қасынан шығармаймыз. Міне. Кішкене ғана алысырақ шығарамыз. Себебі міне пайетканы біз былай қойған кезде пайетка өзі жерден кішкене жерді жауып тұратын болады. Міне осылай. Өте бір-біріне тақап жүрмейміз, ара қашықтықтарын сақтап отырамыз. Кесерді өткізіп, пайеткадан өткіземіз. Мына жерден жіпті шығарып алсақ болады. Осылай айналдырып шыға береміз. Міне сәукеледе қолданылатын көптеген тігістердің түрімен таныстыңыздар. Және де әртүрлі моншақтармен таныстық. Мысалға, бұл жерде көптеген материалдар пайдаландық. Жаңағы жилкамен қалай тігу керек, оның барлығы көрсетілді. Және де мына жерде тастарды қалай бекітеміз, қалай бір-бірінен жылжып кетпес үшін оның барлығы көрсетілді. Яғни екі моншақты қойып, оның арасынан қайтадан бір рет өткізіп, видеода көрсетілген болатын. Міне осы жерде не жасалды, соны тура мына бетке көшіреміз. Мысалға, мына беттегі мына дөңгелекті мына бетке, мына бетке барлығын осылай төрт қабырғаны да осылай тігіп шығамыз. Сол кезде біздің сәукелеміз дайын болады. Сәукеледе кейбір жағдайда енді тіккендеріңізге байланысты мынандай жерлер көрініп қалуы мүмкін. Біздің мына жерде сәукелеміз толық бітпеген. Негізі мына жердің барлығын осындай моншақтармен тігіп шықсаңыздар, жіптер көрінбей кетеді. Және мына жақтың тігілген оюлармен барлығы жабылып кетеді негізінде. Жоғарғы жақта да солай. Мысалға, мынаны осылай қайталай берсеңіздер болады. Немесе бір келкі бисермен, бір келкі мынандаймен, жаңағы хрусталь моншақпен тігіп шықсаңыздар болады. Яғни бастысы жаңағы сәукелені тіккен кездегі техниканы үйрендіңіздер, оюмен қалай жағалап отырып тігуді үйрендіңіздер. Мына жерде барлығы былайынша оюлар көрсетіліп тұр. Енді осы техниканы мына бетке дәл осылай түсірген кезде полный сәукеленің бір беті дайын болады. Және де мына бетін дәл осылай қайталап тігіп шыға бересіздер. Сол кезде сәукелеміз дайын болады. Негізінде бұл жерде мынау цветер телефонның несінен онша қатты ашылмай тұр. Мынау түсі негізі фиолетовый. Мынау жерде де фиолетовый түстер қолданылған. Цветосочетание, яғни түстердің үйлесімділігін сақтап отырсаңыздар да өте әдемі көрінетін болады. Және де төбесіне үкіге келетін болсақ, осы төбе үкі кішкене ғана, мына жері кішкене ғана ашық болады сәукеленің. Осы жерге үкіміздің өзінің сымы болады. Соны осылай мысалы былайынан салып орнатып қоюға болады. Егер дұрыс орнатылмай жатса, жаңағы жіппен байлап үкіні осы жерге салып жүрсеңіздер, өзі тұра береді. Кемінде 3 үкі салынады осылайынан. Ал сіздерге сәттілік, жасап көріңіздер. Бізде әртүрлі сәукелелер бар. Мына жерде мысалы клеймен жұмыс жасалған, тек қана клеймен жасалған, және де мына жерде шаш болып істелген. Шаш болып жасау өте оңай. Осылай жіптерге тізіп шығасыздар. Және де мына жерге тігеміз. Осылай әртүрлі сәукелелер жасай бересіздер. Мына жерде фиолетовыйлар көрініп тұр. Түстері өте әдемі, мынау фиолетовыйдың. Просто мына жерде қараңғы болғанша онша көрініп тұр. Осылай тігіп шығамыз. Ал сіздерге сәттілік.